Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен жасалу жолы өте оңай коктейль глиссемен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздермен Эльмира. Ең алдымен 1 литр шамасында ыдысымызға 3 ас қасық кофе және 3 ас қасық шекерімізді салып, кофені дайындап қойдым. Мұздатқышқа салып, салқын күйінде пайдаланған дұрыс. Салқын кофені стакандарымызға құйып, үстіне осындай балмұздақтарымызды саламыз. Кофені көп құйып қажет емес. Жарты стакан кофе, жарты стакан балмұздақ болса, өте дәмді болады. Қалауыңызша бетіне корица немесе какао ұнтағын сепсеңіз болады. Сәндік үшін бетіне шоколадты ерітіп құйсаңыз немесе карамельді құйсаңыз әдемі, керемет болып шығады дәмі одан сайын. Біздің коктейліміз дайын болды. Жақсылап араластырып, салқын күйінде түтікшемен ішуге ұсынамын. Барлығыңызға ас болсын. Бұл коктейлді отбасыңызға дайындап берсеңіз, тағы сұрайтынына сенімдімін, және қонақтарыңызға жасап берсеңіз, таңғалып, алғысын білдіретін болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.